Түні мен телефонда бешбармақ көріп, бүгін ет асам деп азанмен тұрып орамалым тағып, кухняға етімді алып келіп, ет асам деп салдым қазанға барлық еттерімді. Ине жіптерімді алып келдім. Қазының басын тігу мен үшін проблема, қыздар. Басқа амал бар ма? Бар болса комментарияға жаза кетіңіздер. Осылай тігіп алдым екі жанын. Солай су толтырып, газге қойдым, астын жағып, одан кейін қамырын илейін деп мына жақтан ыдысымды шығардым, холодильниктен жұмыртқаларымды шығардым. Шығаршы пленкаға тұншықтырмай. Санчо ашуланба, қазір шығарады. Неге мен аналардан бөлек қойып қоясың, не аурумын ба немен? Сен ауру емессің, просто жарылып қалғансың ғой деп осы жұмыртқаны салдым, артынан суды алып келдім. Қосатын да тез қосыңдаршы, уақытым жоқ, кетуім керекпін. Одан кейін тұздап келсем, бұл да қалсын ба? Осы су өмір асығып жүреді, қайға барады екен? Қамырымды илей қояйын десем, мына жақта көбіктерім. Ал мынаның көбігін қазір тасиды. Қой, бұны ашуландырып тасытып алмай тұрғанда тез көбіктерін алып тастайын дедім да. Одан кейін картошка, сәбіздерімді ашып тастайын дедім. Қазір сен су тұра тұршы дедім да. Өмір осындай ғой, бірінші илеп алмайсың ба? Қазір сәбіздерін салып қойғанда бұлардың да пісуі қиын ғой дедім да. Тазалап жуып қазанға апарып сәбіздерімді салып қойдым. Ал енді ұн бер келсен дедім да. Сендер азамен адам ұйқысын бұздыңдар ғой. Қойшы, сен күндікке ұйықтайсың ғой деп мына жақтан ұнды алып жатсам, қызым қолын тығып тұр. Ты ожидал, да? Қолын тығарына тығып алып, енді дым істемегендей отыр ғой, қараңыздаршы, мына ұнды да көп қосып қойып. Саған біреу ұнды көп қос дедім, аз-аздан қоспайсың ба, сауап өзіңе. Мына жақтан пияз сорпасын істей қояйын деп майларын алдым. Енді бешбармағым қалай шыққанын көруіңіз үшін менің Instagram сторисіме өтіп қараңыз.